Саламатсыздар ма балалар? 2-ші сынып әдебиеттік оқу 65-ші сабағы. Ерке күнім келді тағы кезегі ертегінің. Бүгінгі сабақта ертегіні түсініп оқисың, жоспар бойынша әңгімелейсің. Бірінші тапсырма ребусты шешіп оқитын ертегінің атын тап. Бірінші суретте сағат берілген екен. Сағат сөзінің соңғы үш әрпін алып тастаймыз. Са буын шығады. Екінші суретте қалам сөзін соңғы төрт әрпін алып тастаймыз. Қ әрпі шығады. Сақ сөз сақ буын шықты, буын пайда болды. Ине. Ине бұл жерде соңғы екі әрпі алып тастаған. И, сақи, шана сөзінің соңғы екі әріп, сол бастапқы екі әріпін алып тастаған, на, яғни сақина сөзі шықты. Яғни бүгінгі ертегіміздің аты сақина екен. Екінші тапсырма ертегіні дұрыс түсініп оқы. Сақина ертегі. Баяғы заманда бір кедей шаруа болыпты. Бір күні ол ішерге асы таусылып қалған соң, жалғыз тауығын сойып жемекші болады. Тауықты ұстап енді бауыздай бергенде, ол, менің соңғы тапқан жұмыртқамның ішінде алтын сақина бар. Соны алда мені босат. Ол сақина не тілесең соны орындайды. Тек қана бірақ тілек тілеуің керек деп ескертіпті. Шаруа тауықты босатып қоя береді. Тауықтың айтқаны рас екен. Шаруа күнде жақырап сақинаны алып әйеліне келеді. Алғашында әйелі сақинаны көріп қуанады. Кейін таза алтын емес шығар деп күдіктенеді. Бұрын алтынның атын естігені болмаса, қолдарына ұстап көрмеген ғой. Ақыры оны зергерге апарып көрсетпекші болады. Ертеңіне шаруа зергерге келіп болған оқиғаны түгел айтып береді. Зергер арам пиғылда там екен. Ол шаруаның сақинасын салыстырып қараған болып, оған басқа сақинаны ұстата салады. Шаруа оны сезбейді. Зергердің сақинаң таза алтын екен дегеніне қуанып үйіне кетіп қалады. Шаруа кетісімен зергер дүкен мықтап бекітіп алады. Енді дүниедегі ең бай адам мен болам деп қуанады. Сонан соң шаруаның сақинасын қолына алып, сиқырлы сақинам, дүкенімнің төрт бұрышын 90 түрлі жиһазға толтыршы дейді. Сол-ақ екен үнжу маржан, асыл тастар, күмістенге ат басындай алтын құймалар зергердің үстіне нөсер де жауап береді. Деген жақ дүкені аузы мұрнына шығып толады. Бірақ асыл тастар астында қалған зергер үйден шыға алмай сол жерде тұншығып қалады. Шаруа үйіне қуана кіріп, сақина таза алтын екен, не тілегің бар? Қане, дейді әйеліне. Егіндік жер тілек, дейді әйелі ойланбастан. Шаруа тұрып, егер ерінбей еңбек етсек, бір жылда жер сатып алуға шамамыз келмей ме? Одан да асықпай, басқа бір тілек ойласаң қайтеді депті. Бұған әйелі де келісіп екеуі бір жыл бойы тізебікпей еңбек етеді. Алақандай жерге еккен егіндері бітік шығып, сатылған астықтың ақшасына қосымша шұрайлы жер сатып алады. Жылдар өтіп жатады, өздері қартайса да бұрынғыша еңбек етіп, соның жемісін татып, ел қатарлы өмір сүреді. Балалар да ер жетеді. Сақина сөз болған сайын шаруа асықпайық, әлі де уақыт бар дейді екен. Әйелі бірте-бірте сақинаны ауызға алуды да қояды. Өмір бойы шаруа оны қасиетті сақина деп өткен еді. Сақина зергердің жез сақинасы болатын. Алайда сол сақина шаруаның бақытқа жетуіне себепші болыпты. Жаман заттың адал қолда болғаны жақсы. Жақсы заттың арамза қолға түскеннен әлде қайда артық қой. Арам пиғылды, жаман ойлы. Жиһаз бұл жерде қымбат зат. Бітік дегеніміз мол, қалың, көп деген мағынаны білдіреді. Арамза дегеніміз оңбаған, залым деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма ертегінің соңғы сөйлемін қайталап оқы, қалай түсінгеніңді айт дейді. Жаман заттың адал қолда болғаны, жақсы заттың арамза қолға түскеннен әлде қайда артық дейді. Жаман заттың адал қолда болғаны дейді. Жақсы заттың арамза қолға түскеннен әлде қайда артық дейді. Яғни қаншалықты адал болсаң, соншалықты тірлігіңде береке болады екен, балалар.
Сол себептен еш қашанда арамдық жасамауымыз керек екен. 4-ші тапсырма: ертегіні бөліктерге бөл, әр бөлікке ат қойып көр. Берілген жоспардың реттік санын анықта дейді. Бірінші: тауықтың өтініші, екінші: шаруа мен әйелінің әңгімесі, үшінші: зергердің арам пиғылы, төртінші: кедей шаруаның шешімі, бесінші: шаруаның сабыр сақтауы, алтыншы: ұмыт болған Сақина. 5-ші тапсырма: 4 тапсырмадағы жоспар бойынша ертегіні әңгімелейміз балалар. 6-ші тапсырма: толықтырып жаз. Сақина ертегісі қиял ғажайып ертегілер тобына жатады. 7-ші тапсырма: егер осы Сақина сенің қолыңа түскен болса, не істер едің? Сиқырлы Сақинаң болса, отбасының аман, елі мен жұртының тыныш болуын сұрар едім. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп болмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.